Барша оқырмандарыма сәлем бердім. Бүгін мен сіздерге осындай тойымды тағамдардың түрі оразада сәресіде берсеңіз күні бойға тоқтылықты ұстап жүретін осындай жұқпа тағам жасауды көрсетемін. Видео түсінікті болу үшін басынан бастап толық түсірдім. Яғни бізде бірінші қамырымызды илеп алатын боламыз. Ол үшін ұнымызға суымызды қосып, суға тұзды араластырып ерітіп аласыздар, және де ұнымыздың үстін керегінше қойып, бір зуала етіп қамырымызды илеп аламыз. Бірінші қасықпенен, одан кейін қолменен иледім. Жұмсақтығы орташа болу қажет. Қатты жұмсақ етіп жібермеңіздер. Неге бір зуала қамырымызды илеп тындырып алып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды үстінен ұн себелеп отырып, жайып аламыз. Жұқалап жайғандарыңыз дұрыс. Неге жайып болды қамырымызды, енді оны оқтауымызға орап алып, қамыр кескендей, яғни солай кесетін боламыз. Кейбіреулер дөңгелектеп, әрқайсысын жеке-жеке пісіріп шығады. Олай да жасасаңыздар болады, бірақ мынау өте тиімді, уақыттарыңызды үнемдейтін вариант. Сол қамыр болып пісіп шығады. Неге бізде осындай үлкен мандыға кескендей етіп аласыздар. Және де оны үлкен 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Видеода өте түсінікті көрсетілген. Осыларды табамызға, яғни сиятындай етіп пісіресіздер. Толығыменен екі бетін әдемілеп пісіріп шығамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, видеомды көре отырып, астында подписаться бөлімін басып тіркеліп алыңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қазақша контентті қолдап, пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер де болады. Неге қамырымызды осындай көлемде кесіп аламыз. Енді оны табамызға жайлап салып пісіре береміз. Бірінші қамырымыздың осылай екі бетін пісіріп аламыз. Қаласаңыздар біреулеп пісірсеңіздер болады. Немесе осы аударылған қамырымыздың мына піскен бетіне қамырымыздың екінші бөлігін қойып, дәл осылай етіп пісірсеңіздер де болады. Қамырымыз толығыменен пісіп шығады, баяу отқа қоясыздар, және де осылай айналдырып тұрасыздар. Сол кезде тегіс пісіп шығады болады. Осылай келесі беттеп аударып отырып пісіре бересіздер. Жеке пісіргеннен гөрі осылай пісірсеңіздер, неге өте керемет болады. Қамырдың екінші жағына қоямыз, осылай аударып отырып пісіре береміз. Неге өте оңай, және де тез дайын болады. Қамырымызды дәл осылай айналдырып, тегістеп пісіріп ала береміз. Неге өте оңай. Пісіп шықты, барлығы өте керемет болып пісіп шыққан. Көбірек етіп дайындап қойсаңыздар да болады. Әсіресе бұны үлкен кісілерге дайындап берсеңіздер, сүйсініп жейтін болады. Қазіргі кафелерде, ресторандарда қазақтың осы тағамдарын қайтадан менюге қосып жатқанын білесіздер. Бұл тағамдар өте пайдалы, және де тоқ ұстайтын тағам болып келеді. Әжелеріміз баяғыда дайындап жеген болса, қазірде ұмытылып бара жатқан рецепттердің бір түрі. Неге осылай дайындап аламыз, кесемізге керегінше турап аласыздар. Дайындалу тәсілін көрсетіп жіберейін. Әртүрлі етіп пісіріп дайындасаңыздар болады. Мен де осылай дайындадым. Кейбіреулер пиязды қуырып жіберіп, сол су құйып, сол суға майын салып, сол суды құйып кесеге, яғни жұқпамыздың үстінен құйып солай ішеді. Ал менде сорпа құйдым. Осындай кез келген үйде қалған сорпалардан құямын. Өте маңызды болу үшін құр судан гөрі. Және де бір құртты езіп, осылай салып жібересіздер. Сары майдан саламыз, және де айраннан да құйсаңыздар, дәмі өте керемет болады. Және де енді оның үстінен ыстық суымызды құямыз. Жаңағындай пиязды қуырып, су құйып, солай дайындап жіберсеңіздер де болады. Менде бұл жерде сорпа құйғандықтан оның қажеті жоқ. Тұзды көресіздер, құрттың тұзы шығады. Сорпада кішкене тұз болғандықтан шөлдетпейтіндей болу қажет деп ойлаймын. Сол себепті тұз салған жоқпын. Осының үстінен айран салып ұсынсаңыздар да болады. Неге өте керемет тойымды тағамдардың бір түрі. Сүтпенен
дайындап ішсеңіздер де болады. Видео ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын, баршамызға ас болсын.